Сәлем достар, қалайсыздар? Қол тиіп әйтеуір сіздерге де бір жете алмай кеттім ау. Сіздерге бір айтайын дегенім, Telegram канал ашылды. Осы видеоның астында описание дегенге бассаңызда, сол жерде Telegram каналдың ссылкасы бар. Telegram каналдың ссылкасына бассаңыздар, сол каналға қосыла аласыздар. Telegram деген не деп білмей жүрген кісілер болса, iPhone'da, App Store'da Telegram деп көрсеңіз болады, тура WhatsApp сияқты тіркелесіз. Және Samsung'da сіздерде қандай? Play Market'те Telegram деп жазсаңыздар шығады. Соны көшіріп алыңыздар да, тіркеліңіздер. Сосын сол жерде кіре аласыздар. Неге WhatsApp емес? Өйткені WhatsApp'та максимум 260 адам кіре алады, одан кейін толып қалады чат. Сосын адамдар істемей қалады. Ал мына Телеграмда 10 мың адамға дейін жаңағыдай кіре алады. Бұл каналдың мақсаты тек қана ауыл шаруашылығы бойынша қос, мал, түйе, жылқы, сол бойынша бір-бірлеріңізбен опыт алмасып, араласып, сыйласып, сондай. Өтініш бұл чатта саясат, политика, дін туралы әңгіме қозғамаймыз. Тек қана ауыл шаруашылығына байланысты жаңағыдай сұрақтар болса, соны тек қана талқыласақ, сол бойынша дамысақ ағайын. Міне, бір-біріміздің мазамыз алмай, кешкі сағат бір 10-нан кейін бұл чатқа жазбайық. Адамдар демалады кішкене. Міне, азан сағат 9-дан бастап кешкі 10-ға дейін сұрақтарыңыз болса жазып, сұрап біліп отырсаңыздар болады. Міне, тағы қайталап өтем. Telegram каналдың ссылкасы осы видеоның описаниясында тұр. Соған бассаңыздар прямо кіріп кетесіздер. Ал сіздерге айтқым келген нәрсе осы. Құдай қаласа Telegram каналда сөйлесіп, сұрақтар болса, сол жерге тікелей қойыңызда жауап беріп отыратын боламыз бір-бірімізге. Тек қана сәттілік, шаруашылықтарыңыз дами берсін ағайын. Рахмет.